Серікжан ұйғырға жер бередім деп айтты деген жалаға айтатыным. Менің тура сол сөзімді тауып ешқайсысы әкеле алмайды. Неге? Ондай сөзді мен айтқан жоқпын. Оны Ербол Дәулетбек айтты. Соны айтады да, Серікжан ұйғырға жер беремін деді. Жерді беретін Серікжан ба екен? Бір. Екіншісі, Серікжан айтып па? Екі. Үшіншісі, Серікжан берем десе бере қоям екен? Үш. Төртіншісі, Серікжан Қазақстанның жерін ұйғырға бермек түгілі сол Қытайда жатқан Іле Қазақ автономиялы облысы, Іле аймақ, Алтай аймақ, Тарбағатай аймақ, Буратал, Сайрам, Жыңғылды, Тақия, Баркөл, Мори, Ақсай қазақтың жері деп айғайлап жүрген жоқ па? Сондықтан бәлеқор жалақорлардың сөзіне сенбей, Серікжанның істеген ісіне, еткен тірлігіне қараңыздар. Дос Көшімді білесіздер, 30 жыл жаңағы өтірік ұлтшыл, өтірік Аппасия ол қазақ халқын алдаған Айдос Сарым, Дос Көшім, Расул Жұмал деген аты шулы үш әртіс бар. Сол үш әртістің соңына соңғы кезде жаңағы Алматыда күнде бірге жүріп, бірге сыралатып жүргеніне қарамастан түк таппағандай бір бүктелген баннерлерін алып, Еуропаға барып, Еуропада бір арзан қонақ үйге жатып, оған әгіп қатталған бүктелген баннерлерін іліп қойып, өздерінше жаңа Қазақстан деп бір жиын ашып, бейне Алматыда сөйлей алмай жүр екен де бейшарадар. Сөйтіп өтірікте бір Еуропада конференция өткізген, құсап киім берген ақшаны оңды солды шашып сөйтіп жүрген сұмырайлар бар жаңағы. Дос Көшімді біз баяғыдан білеміз, 18 жылы осы Дос Көшімді 17 ма 18-де жалпайып еді. Ол кезде біз сол 17-18-дегі біздің саяси сауатымыз сол. Дос Көшіммен жаңағы Мүбәрак аузын бір ашып Қытайда қазақ тақырыбын көтерсе мәселе шешіледі деп ойлап жүрміз ғой. Сөйтсек ол кісі кезіктік, мегада кезіктік. Сол Қытайда қазақтар қиналып жатыр, айтып жатыр, бүйтіп жатыр десем, Аятжан Ахметжан маған айтты ғой, Қытайда ешкім ұсталмапты, Аятжан барып кетті ғой дейді. Аятжан Ахметжан дейтін бір жұмсақ күш бар, қазір бір жердің директоры ма бірдеңке болды, өтіріктен ұлтшыл болып, орыс тіліне қарсы болып сөйтіп жүреді. Енді ол да маймыл, кәдімгі маймыл болғанда да кәдімгі маймыл енді. Ол да сол жаңағы өтіріктен орыс тіліне қарсы болып жүрген, соны сөйтіп бытқып жүрген жаңағы Қытайда қазақтар ұсталған жоқ деп. Сол, сөйтті ма енді Аятжан Ахметжандар ұсталмайды ғой, бірақ жай момын қазақ ұсталып жатыр деп айтсақ, Дос Көшім сол жерде қасымызда жолдас жігіттер бар, керек десең. Егер айтпадым десе аудиозаписі де бар. Қытайды мақтап, ой, қонақ үй керемет екен, ой, біз жатқан бөлмеде кішкентай бассейн бар екен деймін. Сосын менің қызым Еуропада оқушы еді, айына 30 мың евро деймін, жылына 30 мың евро. Сол қызым, папа, Қытайды барып көргім келді дедім. Сол Қытай жолдастарға айттым, ештеңе етпейді, Қытайды көрсін деп. Тегін билет алып берді деп Қытайды мақтап отыр. Менің 25 жыл саналы өмірім Қытайды өткен азаматпын. Қытайдың тақырыбын көтеріп жүрген. Сол маған Қытайды мақтап отыр ғой, Дос Көшім, ал енді қайтесің деген. Сөйтіп жалынып, жампайып жүріп, әкетай, көкетай, сіздер енді әулиесіздер ғой, сіздер нұр-азаттықтан түспейсіздер. Осы телеарнада жүресіздер, ұлт тақырыбын көтеріп. Енді сіздердің Мүбәрак аузымен көтерейік десек, Дәурен Бабамұраттың өмірін берді, осыған айтылар. Ал Дәурен деген әулиені бір ай қуып жүріп әрең ұстап, содан бір жұма күні барып, сосын Дәуренмен кезігетін болып, мен жұмаға кеттім деп жұмаға кетіп, сонымен жұмадан кеп Дәуренмен сөйлесіп, сосын жарайды, ақшасын төлеңдер, қонақ үйді жалдайық, соның ақшасын төле, конференция бір дөңгелек үстел, сол дөңгелек үстелді өткіздік. Сол дөңгелек үстелді өткізгеніміздің келер жыл болмай, Дәурен Бабамұрат сол Дос Көшімнің жаңағы оң қолы менің үстімнен арыз жазады ғой баяғы. Міне бұлар Қытай тақырыбын көтермейтіндерден мәлім кезет сұхбат тапты. Сөйтсе бұлар өтіріктен ақ көк анау Омарәлі Әділбек бүйтіп ойбай, ол деген енді қазақ тілінің ықпалы артты, екі жақтың достығы деп оттап кетті. Атаңның басы, қасқыр мен қойдың ортасында достық бар ма? Балықшы менен балықтың ортасында достық бар ма? Мынау Айдаһар жауыз экспансиясын жасап, қазақтың бүкіл байлығын жеріңді алар, міне банығыңды алып, банық кепілге қойылған бүкіл жеріңді тартып алғалы отырған, 1100 квадрат километр жеріңді былтырдың өзінде алып қойған, ал осы сұмырай Қытай мен қазақтың ортасында не қылған достық? Есін сыйласаң итіне сүйек таста деген қазақ. Міне Қытайдың өзінде де бір мақал бар, иті ұрудан бұрын иесінің кім екеніне қара дейді. Қытайда қазақты сорлатып қамап отыр. Консулдың алдында апалар 208 күн міне жатыр. Түнде түнеп жатыр. Сол ма Қытай мен қазақтың достығы атаған әлеттер? Мынау сұмырайлар, Қытайға сатылғандар, Қытайдың жұмсақ күштері қазір қойныңда ішінде жүр.
кем дегенде солар сені үгіттеп жатыр, ұйықта қазақ, ұйықта деп жатыр. Сондықтан абай бол, Қытайдың пропагандасына жылына 10 миллиард доллар бөлінеді. Жаңа Қытайдың жұмсақ күштері мені бекерден бекер сотқа берді ма? Дүкен Мәрсінхан мен Омарәлі Әділбек өздерін Қытай диаспорасы дейді, бірақ Қазақстан Республикасының азаматы. Солар мені 19 жылы бекер сотқа берді ме? Мұқан Мамытхан өзін Қытай диаспорасы дейді. 2020 жылы мені бекер сотқа берді ме? Қыдырян Ораз бен Ербол Дәулетбек бекер мені сотқа берді ме? Қытайда кітабы аударылатын бірден бір қазақстандық ақын Мұхтар Шаханов, Қытайда жүргеш өткізетін бірден бір қазақстандық ақын Мұхтар Шаханов, Қытайдағы экспоға бірден бір шақырылатын қазақстандық азамат Мұхтар Шаханов, сол бекерден бекер Серікжанды сотқа берді ма? Және Серікжанның сотында куәгер болып, былтыр 2019 жылы алдыңғы жылы Серікжанды 7 жылға бекерден бекер соттата ма? Қазір өтіріктен алжып, өтірік жынды болып, Серікжанды соттаттың ба, соттатпадың ба, сотта куәгер болдың ба, болмадың ба десе, соған бір ауыз жауап бере алмады. Мыңқиып, жоқ, мен Серікжанға арыз жазғам жоқ деп айта алмайды. Арыз жазғам жоқ десе, Серікжан алады да Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің халықаралық сотқа береді. Арыз жазбадым деген интеллигент зиялының сыртынан арыз жазылып неге соттаттың дейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті масқара болады. Сондықтан Шаханов арыз жазбадым дей алмайды. Жоқ, Серікжанды соттаттым, соңғы сотында куәгер болдым, 7 жылға соттаттым деп айта алмайды. Себебі қазақ бетіне түкіреді. Сондықтан чалдарың өтірік жынды болып, ешкімге сұхбат бермей, бірде-бір нұр журналист, нұр тілші, еріксіз тілші, ерікті тілші, еріксіз тыңшы болып жүрген сұмырайдың бәрі, барлығы Мұхтар Шахановтан өзі Серікжанды соттаттың ба, соттатпадың ба, арыз жаздың ба, жазбадың ба, куәгер болдың ба, болмадың ба деп бір тілшің сұрай алмай отырған сол. Сөйтіп сол чалдарың өтірік жынды болып, өтірік алжыған болып, осы сырын көрге алып кеткелі тұр. Бірақ бәрібір Қытай империясы құлаған күні, мынау фашизмдік жүйе құлаған күні, диктатура құлаған күні бүкіл сыр ашылады. Жаңағы сұмырайдың барлығы Қытайға қарсы, Қытай фашизміне қарсы сотта жауап беретін болады. Мейлі бізді сындаған жаңағы Айбек Қалиев туралы бір сұмдық, жаңағы сұмдық не жаздық қой, жаңағы пост жаздық, жаңағы лекция сөйледік, қырғыз болғым келеді дейтін лекцияны тыңдаңыздар. Мен Айбек Қалиевті өлтіріп тұрып сындадым мысалы. Соны тыңдап алыңыздар. Ал енді жаңа Айбек Қалиев туралы қырғыз болғым келеді де мен Айбек Қалиевтің тасталқан шығардым. Тыңдаңыздар мысалы. Айбек Қалиев шын мәнінде жаңа есек, ол туралы жаңа бір пост жаздым. Неге? Есек өзінің табан ет маңдай терімен құрсағын асырайды. Және ол диірмен тартып жүрген есек бейшара, ол шарасыз. Оны көзін байлап, алдына брус шөп іліп қойып, ана таяқты есектің беліне байлайды. Ол таяқтың бұрышына жіп байлап, есекті сөйтіп жүргізеді. Не көзін жұмып тастайды, жаңағы көзін жауып тастайды. Ал Айбек Қалиев өз еркімен барып, міне Қытайдағы қазақтарды жаңағы араша түсіп, Қытайдағы қазақтар құтқармақ түгілі, соны құтқарамын деп жүрген бізге жала жабады. Және қырғыздың ақыны жаңағы кімменен айтысып, Бішкекті айтысқанда, тағы ол ақын Қытайдағы қорлық көріп жатқан қырғыз қазақтың мәселесін айтып жылап отырса, мына Айбегің дөйдалақ оттап жатыр.